Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаровты қабылдады. Министр елбасына Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты дамуға арналған Рио+20 саммиті мен елімізде жасыл экономиканы дамыту мүмкіндіктері туралы баяндады. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында өткен басқосуға 100-ден аса елдің мемлекет басшылары қатысқан жеткізген министр жиынның қорытынды құжатында Қазақстан президентінің ғаламдық энергоэкологиялық стратегиясы мен жасыл көпір әріптестік бағдарламасы сынды бастамалары ерекше қолдау тапқанын атап өтті. Кездесу соңында мемлекет басшысы қоршаған ортаны қорғау министріне бірқатар нақты тапсырмалар берді. Самое главное то, что Казахстан сумел. Рио-20 саммитінде Қазақстан басшысының ғаламдық энергетика мен экология стратегиясы сияқты бастамасы сәтті таныстырыла білді. Яғни ол экономиканы жасыл энергетикамен алмастырып, қалдықтарды тиімді пайдалану және ауыл шаруашылығын ұтымды кәдеге жарата білумен байланысты. Елбасы бүгінгі кездесуімізде осы мәселелерді пысықтап, жасыл экономикаға өту бағдарламасын әзірлеуді тапсырды.